Уақытнама. Бұл уақытнама ойдан құрылған дүние емес. Бұл да шариғаттан үлкен негізі бар. Қалай мен уақытнама алдым, қалай оны мен айттым елге уақытнама алғанымда. Менің кәсібім бір емес бірнеше есеге өсті дейді. Пенде мен Алланың арасындағы келісім. Біз кез келген кәсіпкерге бере алмаймыз. Өкінішке орай біздің үлкен талаптарымыз бар. Уақыт бұл бүкіл садақаның төресі. Уақыт болса, уақыттың шыңы Құран. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті бауырлар. Өздеріңізбен қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгін бізде кезекті сұхбатта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанынан құрылған Уақыт корпоративтік қайырымдылық қорының директоры Азамат Қажы Әбдікерімұлы ұстазымыз келіп отыр. Бүгін бізге уақыт және де уақытнама жайында кеңірек сұхбат беруге ұстаз, Алла разы болсын. Біздің ең алғашқы сұрағымыз жалпы ұстаз, уақыт және де уақытнама рәсімі, қалай жүзеге асады? Осы жайында кеңірек түсіндіріп өтсеңіз. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, өте өзекті мәселе. Қазіргі уақытта уақыфты елімізде бас муфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіретіміздің бастамасымен және үлкен қолдауымен кеңінен насихатталуда. Уақыфтың не екенін Аллаға шүкір амалын жасап жүрген еліміздегі жомарт жандар, кәсіпкерлер, жалпы жамағатымыз біліп жатыр. Бұл дегеніміз үлкен серпініс, үлкен уақыптың дамуы. Енді уақыптың бірінші уақытнамаға тоқталмай жатып, қысқаша уақыт жайлы тоқталайық. Уақыптың жалпы үш түрі бар. Уақыт деген сөздікте, яғни араб тілінде тоқтау, кедергі болу деген мағынаны білсе, уақыт мағынасы, шариғи мағынасы бір мүлікті Алла разылығы үшін, Алла жолына беру, яғни өз меншігінен шығарып, ел игілігіне уақыф ету. Бұны уақыт деп атайды. Жаңа айтып өттім, үш бөлігі бар. Оның бірі үлкен, яғни діни уақыт, мешіт медреселер салып беруі. Екіншісі қайырымдылық уақыт. Ол дегеніміз үшке бөліп, өзі, отбасы, ағайындары және де жетім жесірлерге одан кейін Алла жолына деп үшке бөлінеді. Үшіншісі, бұл екінші тармақтың үшке бөліну болса, үшіншісі ол қайырымдылық уақыты. Құдық қазып беру, жол салып беру, яғни көпір салып беру, бау-бақша егіп, осындай ел игілігіне беру. Мұны қайырымдылық уақыты дейді, яғни ауруханалар салып беру деген сынды. Енді уақытнама. Бұл уақытнама ойдан құрылған дүние емес, бұл да шариғаттан үлкен негізі бар. Бұған үлкен ең алғашқы ислам тарихындағы уақыт жасаған Омар ибн әл-Хаттаб, Алла ол кісіге разы болсын, сол кісінің уақыт амалын негіздейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Омар ибн әл-Хаттабқа уақыт жаса деген оқиғасын білесіздер. Хайбар шайқасынан келгенде Омар ибн әл-Хаттаб өте үлкен қуанышта, бұрын соңды ондай керемет олжаға ие болмағанын айтып, және де Құрандағы аятта өздеріңнің жақсы көрген нәрселеріңді Алла жолына бермейінше шынайы иман келтірмегесіңдер деген Құрандағы аятқа амал етейін деп Пайғамбар саллаллаху алейхи келеді да, я Расулалла, мен осындай бұрын соңды көрмеген байлыққа ие болдым. Осы Хайбар шайқасындағы менің үлесім үлкен бау-бақша болды. Оны не істейін деп сұрағанда, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи я Омар, оны қаласаң уақыф жаса деді. Демек, сонда я Расулалла, оны қалай жасайын деді. Енді алғашқы сөз болып тұр, алғашқы ұсыныс болып тұр. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Омар ибн әл-Хаттабқа былай деді. Оны үшке бөл. Оның бірін өзің ал, өзің қолдан, бау-бақшаның. Екінші бір бөлігін ағайын туыстарына, жетім жесірлерге, үшіншісін уақыт, яғни Алла жолына жұмсап отыр деді. Осылайша уақыт, ол үлкен бау-бақшасын Пайғамбар саллаллаху алейхи үшке бөліп берді. Солай Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай Омар ибн әл-Хаттаб ары қарай үлестірді. Демек, осы жерде өз кәсібін үшке бөліп Алла разылығы үшін жұмсау. Уақытнаманың қазіргі біздің елімізде түрлі қалалардан 60-тан астам кәсіпкерлер
өзінің кәсібінің белгілі бір бөлігін Алла разылығы үшін жұмсаймын, Алла разылығы үшін беремін деп уақытнама тақтайшасын алды. Білесіздер, уақытнама тақтайшасын алған кәсіпкерге біз үлкен мынандай тақтайша береміз. Ол тақтайшада осы кәсіпорынға барша жамағатты шақырамыз. Себебі сол кәсіпорыннан түскен табыстың белгілі бір бөлігі Алла жолына жұмсалады деген мәтіндер болады. Ол да ол кісілердің жұмыстарына үлкен серпін береді. Біз бірнеше кәсіпкерлермен сөйлестік, уақытнама алған. Ол кісілер Аллаға сансыз шүкір, қалай мен уақытнама алдым, қалай оны мен айттым елге уақытнама алғанымда, менің кәсібім бір емес бірнеше есеге өсті дейді. Демек, ол Алланың берген рызығы. Елде мысалы уақытнама тақтайшасын көрсе, ой, мына жерден мен зат алсам, ол заттың белгілі бір бөлігі қайырымдылыққа жұмсалады екен ғой деп, сол кәсіпорынға бірден баратын сөзсіз. Оны кәсіпкерлер де уақытнаманы және жамағатты қолдап жатқанын қазір көріп жатырмыз. Алла разы болсын дейміз. Енді бұл уақытнама форматында Түркия елі өте көп жұмыс жасап жатыр екен. Бізде 60-тан астам кәсіпкер енді уақытнама алды. Енді бастап алды ғой енді себебі. Алла қаласа осы жылы өте үлкен қарқынға шығады. Уақытнама заманауи тілде айтқанда трендке айналады деп айта аламыз. Себебі жүйесі өте тиімді және қолайлы. Түркияда 57 мыңнан астам кәсіпкер уақытнама. Енді оларды атауы уақытнама емес, өздерінің тілдерінде. Яғни ислам дінін қолдауға үлескер болған. Яғни ол жақта біз секілді 10%, 20% емес, 50%-ға дейін, кейбір кәсіпкерлер тіпті 80-90%-ға дейін өз кәсібінің пайдасын Алла жолына жұмсайды екен. Яғни 57 мың деген сөз, ол өте үлкен. Міне соның себебімен енді кәсіпкерлердің бұндай уақытнама алуының себебі бір реттік садақа емес. Уақытнамаға құйылған ақша, ол үздіксіз сауап жолына жұмсалады. Міне кәсіпкерлерге осы жақсы болып тұр. Демек, сіз өз кәсібіңізден бұл айда мысалға бір көлемде ақша таптыңыз. Оның бір 10%-ын құйдыңыз. Мысалы бір 100 мың, 200 мың теңге сында қайырымдылыққа уақытнама ретінде аудардыңыз. Бұл айдағы сіздің сол қаржыңыз біреуге бір реттік қайырымдылық жолымен жұмсалмайды. Демек, ас ауқатын алып беру, киім, кешегін немесе дәрі-дәрмегін алып беру, яғни бір реттік садақа жолына жұмсалмайды. Үздіксіз жолға жұмсалады. Ол қалай? Жаңа жоғарыда айтып өткен өзіміз, мешіт медреселердің құрылыстарына, шәкірттердің шәкіртақысына, кітаптарына, қажетті құрал жабдықтарына, ұстаздардың жалақысына, ең бастысы Құранға. Демек, сіз бір зат алдыңыз, яғни Құранға өз демеушілігін жасадыңыз. Ол Құранды біз алып шығарып, мешіт медреселерге қойдық. Медреседе шәкірттер ол Құраннан жаттап қари болды. Ойлаңыз, әрбір әріпінде қанша сауап. Ол қари енді тарауыққа шықты Рамазанда. Одан бөлек өзінен кейін қанша мыңдаған шәкірттер тәрбиеледі. Міне осының бәрінің сауабы әлгі уақытнама жасаған, үлес жасаған кәсіпкердің ұпайына деп айтсақ болады. Ең маңыздысы оның берген қаржысының негізі жоғалмайды. Мысалыға, сіз уақыт қорына бір сиыр бердіңіз. Әдеттегідей басқа қайырымдылық орындар ол сиырды сойып, қайырымдылыққа бергеннен кейін оны бөлшектеп жетім жесірлерге таратып жібереді. Дұрыс қой, Енді уақыт қорына берілген сиыр қалай жұмсалады? Сіз егер уақыт қорына бір сиыр берсеңіз, мәселен, немесе бір қой деп ала берейік, оны біз бірден құрбандыққа шалмаймыз, оны асыраймыз, оның төлін аламыз. Төлін алып, ол төлі құрбандыққа жарамды ай жылына жеткенде, біз сол төлін құрбандыққа шаламыз да, сол кісінің атынан қайырымдылыққа таратамыз. Бірақ ол кісінің қойы неде тұр? Әлі уақыфта. Негізі қалады. Уақыттың жүйесі осылай. Уақытнаманың да жүйесі осылай. Уақытнамаға түскен қаржы бір реттік жолға емес, үздіксіз жолға ғана жаратылады. Машалла, неткен керемет сауап. Уақытнама алып, Аллах тағала бізге де дәл осылай сауабымызды ақыретке дейін мәңгілік жалғастыруымыз нәсіп етсін. Келесі сұрақ, ұстаз. Жалпы айтып жатырсыз, былтырдың өзінде 60-тан астам
кәсіпкер уақытнама осы сертификатын алды деп, осы уақытнаманы алу үшін кәсіпкер немен айналысу керек, немесе ол қандай адам болу керек, қандай адамдар яғни сіздерден уақытнама ала алады, осы жайында да айтып өтсеңіз. Өте дұрыс. Бұл жайлы біз шариғи шеңберден алыстамаймыз. Қатаң талаптар бар шариғатымызда. Кім уақып жасай алады, кім қажылық жасай алады, кім зекет бере алады. Бұның шарттарын бәрібір. Ақыл есі тура болуы, одан кейін балиғат жастан асуы, меншік өз иесі болуы, одан кейін азат болуы, сол секілді өзінің арнайы талаптары бар. Яғни өз меншігі емес, біреу келіп мына құстарды уақып еттім десе, оны аспандағы құстарды уақып ете алмайды. Орманға келіп, мына орманның ішіне жәндіктерді, немесе теңізге келіп, мына ішіне балықтарды деп айта алмайды. Демек, анық өзінің мүлкі болу керек, біреудің емес. Мынау 49 жылға берілген арендалық жерлер бар. Оларды да уақып ете алмайды. Себебі түгел өзінің емес. Ол мемлекеттіңкі. Ол уақытнама жасай алады. Міне осынша уақыт жыл меніңкі, бұны мен уақытнама еттім. Алыңдар, осы жерге егіңдер, түскен табысын жақсылыққа жұмсаңдар десе, ол болады. Ол түгел уақытқа жатпайды бірақ. Осындай арнайы адамдарға қойылған талаптарымыз бар. Жақсы ұстаз, түсінікті. Жаңағы бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Омар радиаллаху анхуға пайғамбарымыз насихаттау арқылы жаңа дүниесін үшке бөлді деп айтып жатырсыз. Осы уақытнама алған кәсіпкер өзінің тауып жатқан табысын 3 бөлікке немесе 2 бөлікке теңдей қылып бөлуі маңызды ма? Немесе уақытнамаға қалаған бір пайызын немесе бір соманы арнаса болады ма? Осы жайында айтып өтсеңіз. Өте дұрыс, орынды сұрақ. Бұны кәсіпкерлерімізді қояды, мен қалай жасаймын, мен уақытнама алдым ғой, қанша қаржы бөлейін деген. Біреу үшін қомақты сома табуы мүмкін, оның тең жартысы нәпсісіне ауыр тиюі мүмкін деген секілді. Енді бұл уақытнама уақыф емес. Уақыф болса бір бөлек. Уақытнама өзінің тапқан табысының, өзінің ойындағы белгілі бір бөлігін Алла жолына арнауы. Бұл нәзір ғой енді. Бұл пенденің біз арнайы кәсібінің, ол кісінің қанша табыс тауып жатқанына, сен мысалы 10% деп ниет еттің, кәнің кәсібіңді ашшы, точно 10%-ын бөліп жатсың ба деп біз оның жеке кәсібіне олай сұрақтар қоймаймыз. Себебі бұл пенде мен Алланың арасындағы келісім, пенде мен Алланың арасындағы сондай бір үлкен ғибадат. Сондықтан біз кәсіпкерге айтамыз, айналайын бауырым, үлкен демеуіңе рахмет. Сен ай сайын өз кәсібіңнің белгілі бір бөлігін ниет ет. Бізге айтпай қой, өзің ниет ет. Осынша мен пайызын ниет еттім деп. Бұл Алла мен пенденің арасындағы уәде. Енді сол ниет еттің ба, ниетіңнен айнылма. Одан кейін, жоқ, мен пайыздық мөлшерде ондай көп болып кетті. Мысалы, 1% дегеннің өзінде кейбір кісілерде миллиондаған қаржы шығып кетуі мүмкін. Оның жүрегіне ауыр тиіп жатса ол. Жоқ, ондай бере алмаймын мен десе, оған айтамыз, ай сайынғы негізгі шама шарқың жететіндей бір бөлігін арна. Мысалы, 100 мың теңге, 200 мың теңге мен ай сайын уақытнамаға бере алам. Яғни үздіксіз сауап жолына жұмсай алам деген ниетіңді өзің белгіле. Сөйт та ай сайын сол қаржыңды ниет етіп, уақыт қорына тікелей аударып отыр деп ұсыныс жасаймыз. Түсінікті. Бірақ та бәрібір кәсіпкер Алланың алдында ниеттеніп, бәрі өзіне нәзір етіп алатынын еске шығармау керек екен. Бір кәсіпкерлерімізде бар. Алғашқы дұрыс насихаты жетпеді ме, әлде өзі дұрыс түсінбеді ме, уақытнама алды, сол алған уақыттарында ниет еткен нәзірін бөліп отырды. Қазіргі уақытта уақытнаманың, яғни өзінің ниет еткен Алла мен пенденің арасында уәделескен нәзірін бөлмей отыр. Бұған не дейміз? Бұған айтамыз бұл кісіге, Алла ниетіңіз қабыл етсін, әуелгі сіздің жасаған ізгі амалыңыздың негізі жоғалған жоқ, оны бір реттілікке жұмсаған жоқпыз, оны үздіксіз жолға жұмсадық. Алғашқы берген 5 теңгеңізде уақыттың жүйесінде айналымда. Енді бұдан кейін бермеуі, беруі, ол Алла мен пенденің арасындағы құлшылығы. Мысалы, бір адам, я Раббым, менің мынандай ісім жүреді,
сол ісім жүріп кетуіне мен нәзір еттім осыншаны десе, сол ісі жүргеннен кейін сол нәзірін бермесе, бұл өте қиын. Уәжіп болады ғой. Иә, уәжіп болады, өте қиын. Өзінің Алла мен пенденің арасындағы құлшылығын ол орындауы шарт. Сондықтан да біз уақытнама берерде ол кісіге айтамыз, сен рухани үлкен жобаны қолдаудасың. Алла мен пенденің арасындағы үлкен құлшылыққа ниет етіп отырсың. Сенің шамаң шарқын жететінді нәзіріңде өзің уәде ет. Ертең қазір уәде етіп, ертең ойланып қалатындай болмасын. Шамаң жететінді уәде ет. Сөйт та уақытнамаңды алып, жұмысыңа Алла берекесін берсін, әрмен қарай жұмысын атқара бер деп айтамыз. Дұрыс па? Дұрыс, өте дұрыс ұстаз. Енді уақытнама деген дүниені негізі қазір тек қана кәсіпкерлер емес, кейбір өзімізбен әріптес қызметкерлердің өзі кейде білмей жатады. Жалпы ұстаз, осы уақытнаманың жалпы бізде фиқта, исламда шариғатымыз не дейді? Қандай бір дәлелдері бар осы жайында? Тағы да жаңа Омар радиаллаху анху, бұл бір үлкен дәлел болуы мүмкін, пайғамбарымыздың сөзі. Одан да бөлек кейінгі ғұламаларымыз бір осыған ұқсас бір дүниелер айта кеткен бе осы жайында да? Шариғатымызда мәлімет берсеңіз бізге. Фиқ бағытында мушаа деген ереже бар. Бұл мушаада көбінесе кәсіпкерлердің бір затқа бірнеше адамның үлесі болса, осы қағидаға келеді. Мысалға бір кәсіпкерлер келеді. Менің мынау бір компанияда үлкен үлесім бар. Мысалы, ол 5-ке бөлінген, немесе 2-ке бөлінген. Сол өз үлесімді мен істедім, уақып еттім десе, ол уақып қабылданады. Шариғаттың талабы бойынша. Неге? Себебі оның үлесі бар ол жерде. Ал арғы бетіндегі жалғасындағы үлескер тағы басқа кісі, мен өз үлесімді бөліп алам десе, өз еркінде бөліп алады да, қалған үлесі уақытқа өтеді. Немесе, мысалы, мынандай кісілер болады. Мен осыны бір кәсіп жасап жатырмыз. Осы кәсіптің пайдасы, менің үлесім, мен бұл кәсіптен шықтым, менің үлесім Алла жолына болсын деп істеп кетеді. Яғни өз үлесін уақып етіп кетеді. Кейбір кісілер болады, үй, мысалы, жер, бірнеше кісіге ортақ. Бұл мушаада шарттарында өзінің үлесін уақып етсе де болады, өз үлесінен тапқан табысынан уақытнама алса да болады. Ол шариғатта рұқсат етілген мәселе. Машалла ұстаз, Алла разы болсын. Енді қазіргі таңда уақытнама табыстап жатырсыздар. Жалпы біздің өңірлерімізде, Қазақстанның өңірлерінде кәсіпкерлер қазір уақытнама алу үшін не істеу керек, және де қалай ала алады? Бәлкім біз кез келген кәсіппен кез келген жерге осы уақытнама бере аламыз ба? Жоқ. Біз кез келген кәсіпкерге бере алмаймыз. Өкінішке орай, біздің үлкен талаптарымыз бар. Бірінші талап, ол кәсіпкер өндіріспен айналса. Мысалы, шұжықтар шығару, мал сою, ет өнімдері деген сынды түрлі өнімдер бар. Сол өнімдері бірінші кезекте адал сертификатын алған. Біздің халал даму үлкен орталығымыз бар. Қазақстан мұсылмандар басқармасының жанынан құрылған. Сол халал сертификатын алса ғана, немесе асханалар, сондай нан пісіруші, сондай орталықтарға біз бірінші талабымыз уақытнама бермедік. Біз бірнеше кәсіпкерге, бізге уақытнама бер, біз үлес қосамыз деген кәсіпкерлер болды. Бірақ біз оларға талап қойдық. Сіз уақытнама алмас бұрын халал сертификатын алыңыз. Халал сертификатын алғаннан кейін, сіздің бүкіл өнімдеріңіз адал болғаннан кейін, біз сізге не істейміз? Уақытнама тақтайшасын береміз. Міне, бірінші талап. Екінші, бір кәсіпкерлер болады. Мысалы, дүкендері бар, магазиндер. Ол дүкендерінде харам заттар болмауы. Үшінші, бір кісілер болады, сондай бір жаман насихаттайтын, шариғат рұқсат етпеген нәрселерді насихаттайтын қазір соцсетте, бірақ өте көп табысы бар. Түрлі бағытта жұмыстар бар. Солардың баршасына біз қараймыз, шариғат шеңберіндегі адамдарға ғана біз уақытнама береміз. Жақсы, түсінікті, Алла разы болсын ұстаз. Енді соңғы сұрағымыз, жалпы ұстаз, Қазақстанның барлық өңірлерінде
уақытнама алу қол жетімді ме? Немесе уақытнама алу үшін кімдерге қалай хабарласу керек, осы жайында айтып өтсеңіз. Алла разы болсын. Біздің Аллаға шүкір, еліміз бойынша 3000-ға жуық мешітіміз бар. Барлық өңірде арнайы орталық мешіттер бар. Орталық мешіттерде уақыпқа жауапты арнайы өкілдеріміз бар. Сіз қай қаладан біздің көріп отырсаңыз, сол қаладағы арнайы орталық мешітке барып, мен уақытнама алғым келеді, немесе уақып жасағым келеді десеңіз, сізге арнайы түсіндірме жұмыстарын жасап, арнайы бағыт бағдарын беретін арнайы өкіліміз бар. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкен хадис бар. Яғни сендер өмірден өтсеңдер амал дәптерлерің жабылады, арттарыңнан тек 3 қана амалдарың барып тұрады. Оның бірі салихалы ұрпақ, сен үшін дұға қылатын, Құран бағыштайтын, ізгі амал жасайтын. Екіншісі ол сенің ғылым білімің, қалдырған кітабың елге. Үшіншісі жария садақаң. Осы жария садақа ол уақыт. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисті насихаттап кеткен. Адам өмірде өткен екен, болды ғой, намаз оқи алмайсың, ораза ұстай алмайсың, құлшылық, зекеттеріңді жасай алмайсың, бүкіл амалың бітеді, амал дәптерің жабылады. Яғни жасап кеткен уақып амалың, мешіт салып кетсең, үлкен бір пәтерді беріп, бір демеу жасап кетсең, құдық қазып берсең, Құран кітап шығарып беріп кетсең, өмірден өтсек те артымыздан үздіксіз келіп тұратын амал осы ғана. Уақып бұл бүкіл садақаның төресі. Уақып болса, уақыптың шыңы Құран. Жақсы, түсінікті ұстаз, Алла разы болсын. Өте керемет, бізге осындай үлкен мәлімет бергеніңізге өзіңізге рахмет айтамыз. Және де осы жасап жатқан қызметтеріңізді Аллах тағала қабыл етіп, абыройлы және де сауаптарыңызды еселесін. Мінекей, ардақты ағайын, уақытнаманың сауабы сарқылмайтын ақыретке дейін жалғасатын және де бұның қандай ұлы іс екенін ұстазымыз жақсылап сіздерге түсіндіріп берді деп ойлаймын. Сондықтан да Қазақстанның барша кәсіпкерлерін уақытнама алып, әрі сауапты және де ислам дінінің өркендеуіне сіздердің де үлес қосуларыңызды тілейміз. Аллах тағала сіздердің де жасап жатқан амалдарыңызды қабыл етсін. Әмин. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет. Ізгі амалды бірге болайық.